өмірде бүкіл мәселені өзі шешіп үйренген қыздар бар. Солай болу керек сияқты ойлайды. Бірақ жалпы қыз баланың бүкіл жүкті мойнына артып алуы түптің түбінде шаршап, шашылып қалуға дейін алып барады. Себебі қыздың жаратылысының өзі бүкіл сұрақты шешу үшін емес, шешілген сұрақтардың саясында рахаттанып өмір сүру үшін болатын. Адам алейхиссалам жаратқанда да Алла тағала қасына Хауаны жүрегінің бір шаттығы қылып жаратып берген болатын. Бірақ кешегі кеңестік кезең қыздарды сахманға салды, құрылысқа салды, аспанға, космосқа ұшырды да қыз бала бүкіл жауапкершілікті арқалап жүру керек сияқты қылды. Соған үйренгендіктен әлі күнге дейін кейбір аналарымыз, қыз балалар еркектерге сенбей бүкіл сұрақты өздері шешкісі келеді. Сондықтан бүкіл сұрақты шешу мүмкін емес, Аллаға тапсырып үйрену керек. Және әлсіз болса да ер азаматтардың жауапкершілігін арттырып, еркектерге арқа